оливье істейміз деп картішкемен сәбізді қайнатып қойдыңыздар ма? Оливье істеп, ет асық қойып, жұлдыздар қалай жаңа жыл өткізетін қарап отырамыз. Не істейді, не подарка? Айпакинг деймін, чанкапик деймін, бірдеңе қытыр-қытыр етіп ашат бірдеңелер. Қызығып қарап отырмын. Рас. Көрем демекші ана кеше ма, алды күні ма, Жазира бір қызды ұзатты. Ойбай. Айтуға қорқып отырмын, тағы өзім тағы бәлеге қалам ба депші. Натан. Былай кетіп бара жатыр ғой. Мода көрсетуге барады, Құдай біледі. Ол қызды айтам, Жазира Байрекованы шақырғанша, ана біреу қатынды Россиядан шақыру керек еді. О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына деген. Вот сонымен шығу керек еді. Енді Жазирада мен ойлаймын, енді ұзататын қыздарын ойланатын шығар. Сұрау керек, сен не киіп шығасың деп. Өлеңе, өзіңе обал құрсын. Қазақтың келіндері деген өлең айтқан. Анандай болып шығып жатса пәле ғой. Алдыңғы күні ана тест туралы айттық қой. Тестін салып бәріне көрсететін туралы. Дұрыс құрсын, ят деп жатыр ғой. Келіндеріңе, қыздарыңа ие болыңдар, соны айтып отқандар енді. Тесттің шаруасы біткеннен кейін роддомның шаруасы басталады ғой. Аллай, адам жаны қиналып жатқанда соткаға қалай ие болады десейші солар, аха? Сотканы қойып қойып, толғатқаны бәрін көрсетеді. Шарға отқаны, ана байды айтса сол жерге кіріп алатын. Кіріп алып басында тұр. Сен ұрпағыңды өмірге әкеп жатырсың деп ананың көзімен атып, ана сен жаңағы ауруымды бөлісіп жатырмын. Болды бөлісеміз деген тұрма білмеймін ғой енді, шетел болып. Соның ішінде жүрген еркекті айтамын, не бар құрсын. Бір өзімізге арналған бір әлем қалып еді, сол роддом деген. Енді соның ішіне еркектер кіріп алатын болды ғой, құрсын. Обай қыста жән шығып, әйелінің қасында тұрып, ұрпағы дүниеге келгеннен кейін қоқандалғандай. Ойбай, көлігінің сыртына мен әке болдым, қазақ еліне бір плюс бір ұл келді, или қыз келді деп жазып алып, көшеде жүреді ғой. Қоқандалған сияқты. Аңырақай шайқасынан бір жеңіске жеткендей болып, туалып өткендей болып. Қазіргі заманның батырлары өмірге ұрпағы кеп жатса, сол батыр болып отыр ғой. Мәссаған. Әке атану батыр болғанмен тең дәрежеде болып отыр. Сыртына жазып қойды машинені. Болды. Білесің, мынау қатын туған екен ғой деп көшеден өткенде да қарап жүрген ешкім жоқ.